осы ораза айын ораза ұстамай, ғибадат істемей, жақсы амал жасамай өткен адам бақытсыз адам. Енді сол адам келесі жылғы оразаға жете ала ма, жете алмай ма, оны бір Алла біледі. Ал енді осы оразаға аман-есен келіп тұрсақ, жетіп тұрсақ, неге біз ораза ұстауға асықпаймыз? Әр адам баласы Аллахтың жолына әрқандай нәрсемен түседі. Біреу қажылыққа барғаннан кейін иманы күшейіп намазын бастайды. Ал енді біреу осы ораза айында ораза ұстауменен иманы күшейіп намазға жығылады. Сондықтан жақындарымызды, мейлі намаз оқымай жүрген болсын, туыстарымызды осы оразаның нығметін түсіндіру керек. Оларға бұйырмау керек. Сен ұстасаң да ұстайсың, ұстамасаң да ұстайсың оразаны. Егер ұстамасаң кәпірсің деп айтуға болмайды. Оразаның нығметін түсіндіру керек, жеткізе білу керек. Және сен намаз оқымайсың, сенің оразаң қабыл емес деп әсте айтуға болмайды. Өйткені ол бүгін ораза ұстаса, ертең намаз оқиды.